Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін тағы эфирде Феруз апайларыңыз. Бүгін сіздермен қантар ұбытының жұмбақ заттар, белгісіз заттар деп алатын боламыз тапсырмаларына. Оқушылар бұндай тапсырмаларда көбінесе биорганикалық заттар болсын, органикалық заттар болсын, олардың химиялық қасиеттерін білу және соны қолдана алу сіздердің білімдеріңізді тағы да жақсы көрсете білуге, жоғары балл алуға көмек береді. Сол себепті мен сіздерге бүгін тек қана жұмбақ заттар, белгісіз заттар туралы мына сабақ ұсынып отырмын. Тек қана соны талдаймыз. Неліктен? Себебі бұл сұрақтар оқушыларда бір қиындық туғызып жатыр. Біз көптеген сабақтарды талдадық сіздермен, алиумды қайта-қайта талдадық. Видео сабақтарын көріп жатқандарыңызға өте қуаныштымын. Оны біраз оқушыларымыз түсіне бастады. Ал енді белгісіз заттарды қалай талдаймыз, оларды қалай табамыз, олардың химиялық қасиеттеріне сүйене отырып, белгісіз заттардың қай зат екенін білу жолдары қандай, оның оңай жолдары қандай деген сұрақтарға бүгін тоқталатын боламын. Барлықтарыңызға қантар ұбт-да тек қана сәттілік оқушылар. Олай болса, бүгінгі жұмысымызды бастадық. Бірінші тапсырма: белгісіз заттарды анықтау үшін мынандай бізге мәліметтер берілген екен. Суда жақсы еритін өткір иісі бар Ә затының үстіне түссіз, кристалды, жылдам балқитын пикрин қышқылын алуда қолданылатын Б затын қосқанда С заты түзілген. С затын қолданып Зейнин реакциясы арқылы Д затын алуға болады. Зейнин реакциясында түзілген Д заты бром суымен шабытты әрекеттесіп, ақ түсті Е тумбасы түзіледі. А, Б, С, Д, Е заттарын табыңыздар дейді. Демек, оқушылар, енді мына мәтінмен жұмыс істеп жіберейік. Бізге маңызды болған жерлері қай жерлер? Мына жерде суда жақсы еритін өткір иісі бар деген, бізде мысалы аммиак болуы мүмкін, азот қышқылы болуы мүмкін. Бірақ бұл жерде бізде исключение болып кетеді аммиак. Неліктен? Себебі мына жерде Зейнин реакциясы деген бір мәлімет келіп тұр да, бізге бұл ешқандай аммиакқа қатысы жоқ. Тек қана азот қышқылына қатысы бар. Бұны енді есте сақтап тұрайық. А затының үстіне түссіз дейді, кристалды, жылдам балқитын заттар бізде көп емес. Тағы да пикрин қышқылын алуда қолданылатын. Пикрин қышқылын балалар біз екі заттан қолданып, пайдаланып аламыз. Олардың біреуі фенол болса, екіншісі азот қышқылы. Демек, фенол болатын болса, біз фенолдан нитробензол ала алмаймыз. Тура жолмен, тікелей жолмен. Бірақ оны өндірісте сондай бір жолы бар. Қазір сол жол туралы сіздерге айтып кетейін. Неге мен белгісіз заттар талдап отырмын? Оқушылар, біздің оқулықта пикрин қышқылы мысалы бар болғанымен, бензолды алу реакциялары бізде жоқ. Фенол бар, одан тринитрофенол алу бар, бірақ негізі фенолдан бензол алу реакциясы жоқ. Демек, бұл жерде сіздерге тек қана логика, тағы да логика керек. Неліктен? Себебі Зейнин реакциясына не түседі бізде? Нитробензол түседі. Біз қайтсек те нитробензолға баруымыз керек деген оймен тұратын болсаңыздар, сіздерде сызбанұсқа пайда болады. Олай болса, бастадық, иә? Демек, суда жақсы еритін өткір иісі бар затымыз бұл бізде азот қышқылы болды. Демек, азот қышқылына қосуымыз керек қандай да бір затты, нитробензол алу үшін. Бірақ мына жерде сіздерге кішкене бір мынандай бөлек, мына реакциядан бөлек айтып кетейін, иә? Мысалы, бізде фенолдың өзі, елестетіңіздер, өндірісте сондай тас көмір шайырынан алынады ғой. Сол кезде мырышпен бірге әрекеттескен кезде ол бензолға айналып, өзінің құрамындағы оттекті мына мырышқа беріп жібереді екен, мырыш оксидіне айналып кетеді екен. Демек, біз мынау реакцияны назарда ұстай отырып, азот қышқылына фенол емес, бензол қосатын боламыз. Түсінді ғой, иә? Демек, бензол қосатын болсам, менде бұл Коновалов реакциясы сияқты болды. Негізі бұл өндірісте қалай болады? Фенол мырыш ұнтақтарымен қыздырылады жоғары температурада және бензолға айналады. Ал бензол әрі қарай азот қышқылымен қайнатып, қыздырып реакция жүргізіледі. Ол Коновалов реакциясымен нитробензол түзеді екен. Демек, бірінші реакцияны жазып алдық. Түсінем, оңай емес. Бірақ дегенмен, бізде мықты логика болса, бұл бізге оңай болып қалады. Ал енді, демек, А заты азот қышқылы. Оның үстіне біз бензол қосқан кезде бізде, яғни Б затын қосқанда С заты түзілген, яғни нитробензол. Ал енді С затын қолданып, біз, яғни нитробензолды қолданып, анилин алу реакциясыны, Зейнин реакциясын жазатын боламыз. Себебі мына жерге бізге үлкен көмек ретінде Зейнин реакциясы тұр екен. Әрине, оқушылар Зейнин реакциясын біліп алу шарт. Оны білмейтін болсаңыздар, сіздерде не дейді, мына бір контекстте ұстап алатын ештеңе қалмай қалады. Сол себепті әсіресе мынандай контексттерде көбінесе сол фамилиясымен ғалымдардың біліп алу бізге өте үлкен пайдасын тигізетін амалдардың бірі екен. Демек, анилин пайда болды, тағы да бізде 2 молекула су бөлініп шығып кетеді. Енді Д заты, яғни анилин,
бром суымен шабытты әрекеттесіп, теңдеуін жазып жіберейін, иә? Не түзіледі? Мына жерде сіздерге тағы да жақсы, кереметтей түсінікті болу үшін олардың құрылымдық формуласын жазып жіберейін, иә? Менде мынау енді қараңыздар, бұл тұр анилиннің молекуласы, иә? Мына анилин. Оның құрылысына мән беріңіздер. Мына орын басушы бір ғана NH2, ал қалғандары 6-сы бар, и 5-еу H бар. Оған біз бром суын қосқан кезде, бізде мына бром да орын басушылардың қатарына қосылып кетеді. Сіздер мына санап көретін болсаңыздар, ол өте түсінікті болады. Демек қараңыздар, мына бір орын басушы бізде NH2 тобы, амин тобы. Ал енді бізде мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 сутек бар. Соның ішінен 3 орынға мына 2, 4, тағы да 6-шы орындарға бром барады. Себебі мына амин тобы, мына ядродағы 3 орын бізде белсенді болып қалуына әсер етеді. Нәтижеде бізде не түзілді? Әрине 2, 4, 6, 3 бром анилин түзілді. Енді мұның қалай жазамыз формуласын? Қараңыздаршы, мына каркаста тұр, иә? Бізде С6, енді H қанша болып қалды? Мына бізде 5-еу еді. Оның 3-ін бром орын басушы ретінде басып алды. Мына қай орында қалды? Мына жерде сутек қалды, и мына жерде. Демек, H2 ғана қалды, оқушылар. Енді бром әрине 3-еу болады, и NH2 болады. Сіздерде бұл контексттің жалғасында әрине есептер болуы мүмкін ғой. Сол себепті мына теңдеулерді дұрыс жаза алмасаңыздар, есептеріңіз де сіздерде дұрыс шықпай қалады. Ал енді оқушылар реакция теңдеулерін жазып аяқтадым. Демек, А бізде болды азот қышқылы. Пикрин қышқылын алуда қолданылатын B затымыз енді бізде мына жерде фенол негізі, бірақ сіздерде тестте фенол деген бар болса, соны белгілейсіздер. Ал химиялық реакцияда фенолдан түзілген бензол қатысады. Түсінікті ғой, иә? Мына B заты бізде фенол болды негізі. Бірақ оның орнын басып отырған негізі бұл жерде бензол да болуы мүмкін. Ал енді қосқанда бізде нитробензол С заты болды. Нитробензолды қолданып, Зенин реакциясы арқылы біз Д затын, яғни анилинді алдық. Енді Д затына бром суын әрекеттестіргенде бізде 3 бром анилин Е заты түзілген екен. Демек 2, 4, 6, 3 бром анилин. Бұның атауы сондай. Демек, оқушылар, мына сіздермен бірінші жұмбақ заттарымыз әрине оңай емес, күрделі. Азот қышқылының суда жақсы еритін қасиетін, өткір иісі бар екенін білу сіздерге көмектесіп береді. Тағы да мына жерде бізде шапкасы бар болса, яғни амин тобы, гидроксил тобы, немесе толуол топтары бар болатын болса, 3 орын белсенділеніп, активтеніп қалуының есебіне мына орын басушылардың саны 3 болатынын білу шарт. Соларды білетін болсаңыздар, сіздерде бәрі окей болады. Келесі тапсырмаға өтеміз, оқушылар. Молекулалық формуласы С3H6O2 болатын зат жағымды иіс беру үшін сусындар, кәмпит және басқа да тамақ өнімдері және парфюмерия өндірісінде қолданылады. Осы затты гидролиз дегенде сулы ерітіндісі қышқылдық орта беретін А затымен бейтарап орта беретін Б заты түзіледі. А және Б заттарының екеуі де белсенді металдармен С газын түзе әрекеттеседі. А қосылысындағы көміртек атомдарының саны Б қосылысындағы көміртек атомдарының санынан 1 атомға артық дейді. Оқушылар, демек, мына басында жұмысымыздың басында мына формуланы жазып алайық, иә? Берілген екен бізге С3 дейді, H6O2. Бұл қандай зат болуы мүмкін? Құрамында 2 оттек бар болатын болса, сіздер болжайсыздар, ол болуы мүмкін карбон қышқылы, тағы да болуы мүмкін күрделі эфир. Түсінікті ма? Құрамында 2 оттек бар болса, солай болжам жасайсыздар. Ал енді бұлардың қайсы біреу екендігін біз қалай білеміз? Жалғасын оқитын болса, жағымды иіс беру үшін дейді. Тағы да сусын, кәмпит, демек бұл күрделі эфир екен. Түсіндіңіздер, иә? Карбон қышқылы емес екен. Олай болса, күрделі эфир болатын болса, оның формуласы қалай болмақ деген сұраққа жауап береміз. Демек, 2 түрлі болуы мүмкін. Неліктен? Себебі мынасы 3 болып тұр, иә? Енді сіздер мынаны жаза алмасаңыздар, сіздерге көмек ретінде былай үйретейін де, оқушылар. Мысалы, С3 болатын қышқылды жазып алыңыздар. Мысалы, бізде С3 болатын қышқылымыз С2, H5, SOOH, дұрыс қой, иә? И соған қарай, кейін мына көміртектерді 2 жаққа бөліп жібересіздер. Себебі күрделі эфирде қышқыл бөлігі бар, иіспет бөлігі бар, иә? Соған бөліп жібересіздер. Демек, жалпы саны 3 болды ғой. Оны 2-ге бөлетін болсақ, бізде 2 түрлі күрделі эфир болуы әбден мүмкін екен. Біріншісі, қышқылдың құрамында 2 көміртек бар.
ал спирттің құрамында бір ғана көміртек бар. Екіншісі, тура мынау формулаға класс аралық изомер болады десем, тағы да нақты болады. Қышқылдың құрамында бір ғана көміртек бар, ал спирттің құрамында екі көміртек бар. Мына, демек, мына жерде бізде метил ацетат, яғни этил формият түзілді. Енді мына екеуін жазып алдым, я? Мына қарасаңыздар, гидролиз дегенде дейді. Демек, бұларға су қосып жіберейінші. Не болады екен, қаны көрейін, я? Су қосатын болсам, әрине қышқыл және спирт бөлінеді. Бірінші реакцияда менде сірке қышқылы мен метанол түзілді, ал екінші реакцияда құмырсқа қышқылы мен этанол түзілді. Жалғасын оқимын, я? А заты мен бейтарап Б заты. Менде А заты қышқылды қасиеті бар, ал Б заты спирт болғандықтан ол бейтарап. Енді қай біреуі болады? Пока білмеймін мен. Енді жалғастырамыз. А және Б заттарының екеуі де белсенді металдар мен С газын түзе әрекеттеседі. Сірке қышқылы болатын болса, оған белсенді металл, мысалы натрий дей салайын, я? Натрий мен ол бізге натрий ацетатын береді және сутек газын бөліп шығарады. Мына жерде екі болған үшін сутектен басқа бәріне екі коэффициентті қойып жіберемін. Ал енді спиртте да тура сондай реакция барады. Метилаты түзілді. Демек, тағы да С газын түзе әрекеттесті. Демек, мына бізде С газы болды. Қараңыздар, С газы. Енді А қосылысындағы, мысалы, көміртек атомдар, енді белгілеп алайын, я? Мысалы, мынаны А дейтін болсам, мынаны Б деймін. Тура сол сияқты бұл да А болады, мынау Б болады. Енді приблизительно қай біреу екенін білмей тұрмын ғой мен. А қосылысындағы көміртек атомдарының саны Б қосылысындағы көміртек атомдарының санына қарағанда бір атомға артық. Демек, оқушылар бізге тағы нақтылап қойған екен. Мына сірке қышқылында екі атом көміртек бар, ал метанолда бір атом көміртек бар. Демек, бізде мынау бір вариант, мына бір версия дұрыс екен. Демек, олай болса, енді заттарымызды тауып жіберейік, я? Бізде заттарымыз А заты сірке қышқылы болды, Б заты бізде метанол болды, оқушылар. Енді С заты бізде сутек газы болды, ал болды, сол үшеуін сұраған екен, барлығын таптық. Демек, бізге мынадай С 3H6O2 деп, енді привичный емес қой, я, өзгертіп берген. Сондай формалар беретін болса, құрамында бір оттек бар болса, ол болуы мүмкін спирт, жай-эфир немесе альдегид. Ал құрамында екі оттек бар болатын болса, ол болуы мүмкін карбон қышқылы немесе күрделі эфир. Түсінді ғой, я? Сондай варианттарды қарастырасыздар. Именно контекстте берілген болады сіздерге қандай да бір заттепкалар. Мысалы, жағымды иіс деді ма? Бұл бізде әрине күрделі эфир туралы сөз болып жатыр. Тағы да, мына оларды гидролизға ұшыратқанда дегенде, қышқылдық орта дегеніміз қышқыл түзіледі дегеніміз, ал бейтарап орта спирт түзіледі дегеніміз. Демек, мына әрқайсы қадамды мына контекстте берілгенде орындап отырсаңыздар, бір дегенде жауаптарын тауып аласыздар, оқушылар. Келесі үшінші тапсырмада А затының малярлық массасы күкірт қышқылының малярлық массасына тең. Ой, бұл оңайлау екен, я? Демек, күкірт қышқылының малярлық массасын тауып алатын болсақ, бұны барлығымыз жаттан білеміз деп ойлаймын. Ол бізде 98 грамм бөлінген молға тең. Ал енді кішкене ойланатын болсақ, ол бізде тең болады. Неге? Әрине, ортофосфор қышқылының малярлық массасына. Себебі ол да 98 грамм бөлінген молға тең. Ал олай болса, біз сіздермен А затын тауып алдық, я? Енді әрі қарай кеттік. Жалынның түсі қызыл кірпіш болатын, оқушылар. Демек, сіздер белсенді және сілтілік дейміз, немесе жер сілтілік металдардың жалынның түсін жаттап алыңыздар барлығыңыз. Жарай ма? Мысалы, натрий қызылға, калий күлгінге, кальций қызыл кірпіш түске, бұлар өте көп ұшырайды. Демек, кальций туралы сөз болып жатыр, я? Олай болса, реакция теңдеуін жазып жіберейін. Фосфор қышқылына кальций қосатын болса, бізде Б тұнбасы түзілді дейді. Әрине, бұл бізде кальций ортофосфат тұзының тұнбасы екендігін байқап отырсыздар. Демек, бізде кальций ортофосфаты түзіледі және тұнба ретінде сутек газы бөлініп шығады. Енді теңестіріп жіберетін болса, мына кальцийдің алдына 3 қойайық, ал ПО4-тің алдына 2 қойып жіберейік. Демек, сутектің алдына 3 қойып жіберейік. Демек, теңесті барлығы. Ал енді оқушылар жалғастыратын боламын. Б тұнбасын құм қосып кокс дегенде қызыл түсті С заты алынады.
өндірістік реакция десем де болады, өте маңызды реакциялардың бірі. Кальций ортофосфат тұзын құм және көмір қосып қыздырған кезімізде бізде бір зат алынады. Бұл өндірістік масштабта алынатын зат. Бұл затты біз не деп атаймыз? Әрине, қызыл фосфор деп атаймыз. Демек, оқушылар, бұл зат арқылы біз сіріңке өндірісіндегі мынау реакция не алады екенбіз? Оқушылар, біз қызыл фосфорны алады екенбіз. Енді олай болса теңестіріп жіберейін. Мына жерде 3 болғандықтан кальций силикатының алдына 3 қоямыз. Кремнийде 3 болып қалғандықтан мына жерге де 3 қояйық. Ал көміртектің алдына және көміртек 2 оксидіне 5 қояйық. Мына жерде фосфор 2 болғандықтан өнімдің алдына 2 қояйық. Бұл бізде не болды екен? Қызыл фосфор болды, оқушылар. Демек, қызыл түсті сызаты бізде қызыл фосфор болды. Мына. Енді осы сызаты ауада оңай жанып затын түзеді дейді. Демек, сол жерге келгенге дейін заты бізде болды ортофосфор қышқылы. Ал қызыл кірпіш болатын металды қосқанда тұнба бізде болды кальций фосфат тұзы. Ал енді қызыл фосфор сызаты болды. Әрі қарай жалғастырамыз. Демек, келесі бізде байқасаңыздар, ол оңай жанады дейді. Әрине, фосфордың жану реакциясы бәрімізге таныс. Әрине, фосфор 5 оксидінің қою түтіні пайда болатын реакция. Өте оңай реакция. Оңай жанып, заты болды, е? Затына су қосатын болсақ, яғни P2O5-ке су қосатын болсақ, бізде ортофосфор қышқылы түзіледі. Бұл әрине біздегі бастапқы затымыз болып қалды. Біз қайтадан басына айналып келіп қалдық, оқушылар. Демек, енді қараңыздар, заты ортофосфор қышқылы болды, тұнба кальций ортофосфаты болды. Мына жердегі қызыл затымыз, сол қызыл затқа абайлаңыздар, я? Фосфор ғой бұл, сіріңке өндірісіндегі фосфор болып есептеледі. Оны сіздер оқулықтан 9 сыныптың оқулығынан жақсылап оқып алуларыңыз керек, оқушылар. Демек, фосфорды жаққан кезде фосфор 5 оксиді түзіледі, қою түтін шығып, ал енді фосфор 5 оксидін гидраттаған кезде қайтадан заты алынды дейді. Мына затына су қосатын болсақ, бастапқы заты алынады. Демек, біз қайтадан ортофосфор қышқылына келіп қалдық. Демек, контексттегі Б, С, Д заттарыны біз таптық, я? Енді заты бізде оңай жанып, затын түзеді деген екен. Демек, P2O5 заты болды. Заты ортофосфор, Б заты кальций фосфаты, С заты қызыл фосфор, Д заты фосфор 5 оксиді, қайтадан заты ортофосфор қышқылы. Оқушылар, келесі тапсырма бізде заты түссіз, жанғыш газ, табиғи газдың құрамдас бөлігі. Демек, оқушылар, бізге мынандай бір керемет, пайдалы бір терминдер көмектесіп жібереді ғой, жұмысымызды ілгерілетіп жібереді. Мына қараңыздар, табиғи газ десе болды, біз метан ғой дей береміз ғой, метан дейміз. Метанның құрамдас бөлігі. Демек, метан газы байқадық уже. Себебі табиғи газдың басым көпшілік пайызы метаннан тұрады. Демек, метан газыны бірде-бір қатынаста галогендеу арқылы, демек, хлор қосатын боламыз. Әрине, бұл реакция жарықта баратын реакция. Бұнда С заты алынды дейді. Демек, С заты бізде хлор метан, я, оқушылар, и бізде тағы хлор сутек қышқылы түзіледі. Енді С заты, яғни хлор метан, жалынды сары түске бояйтын металмен. Жалынды сары түске бояйтын металл, оқушылар, бұл бізде натрий. Әрекеттескенде Д заты түзіледі. Оқушылар, мына реакцияны таныдыңыздар ғой, я? Бұл бізде органикалық химиядағы Вюрц реакциясы. Демек, Вюрц реакциясы, оқушылар, бұл бізде көміртек атомдарын көбейтіп беретін реакция болып есептеледі. Қараңыздар, С біреу еді мына жерде. Енді мына жақта С2H6 плюс натрий хлор түзіледі. Әрине, теңестіріп жібереміз. Демек, бізде метаннан этанға өттік. Өту реакциясы ғой, өріс реакциясы. Көміртектер сандарын көбейтетін реакция. Яғни метанның басқа гомологтарын алуға арналған реакция болып есептеледі. С заты, біз кешіріңіздер, метан бізде А заты болды. Жаз қояйыншы, шатас кетпеу үшін. Енді Б затымен бірде бір қатынаста, демек, хлор бізде Б заты екен. Түзілген С заты, хлор метан бізде С заты болды. Енді С заты натриймен әрекеттескенде Д заты түзілді, яғни бізде этан түзілді. Енді келесі реакция жалғастырамын. Этанды
1200 градуста пиролиздеу. Оқушылар, бізде жоғары температурада пиролиз жүргізгенде көбінесе қанықпаған көмірсутектер түзіледі. Енді мына жерде сіздерде сондай ой болуы мүмкін да, мысалы, енді ешқандай катализатор жазылмағанда, мына жерде катализатор жазылған болса, бұл алкен болар еді, никельмен дегені де, значит, катализаторын айтпаған болса, бұл тағы не болуы мүмкін деп ойлану керек бізге. Алкен емес, демек бізде пиролиз болғандықтан алкин түзіледі екен. Бұны тағы да біз қалай тексерсек болады? Мына жерде бізге эмерін беріп қойыпты, иә? Демек, тексеріп жіберейік. Эмер ацетилен бізде қаншаға тең болады? Әрине 26 грамм бөлінген молға тең болады. Сол себепті біз қиналмастан мына жерде Е затын таба аламыз. Демек, А, Б, С, Д заттарын тауып қойдық. Енді бізде тек қана Е затын табу қалды. Д затын 1200 градуста қыздырған кезде 26 грамм бөлінген молдық массаға Е болатын Е заты бұл бізде ацетилен екен. А заты метан, Б заты хлор, С заты хлор метан, Д заты этан, ал Е заты болса ацетилен болып бізде шықты, табылды. Тіршілік үшін маңызды элементтердің бірі. Жалын түсін сарыға бояйтын. Ой, қандай керемет, натрий ғой бұл, оқушылар. Жалын түсін сарыға бояса, демек натрий. Металлы сумен әрекеттескенде, демек сумен әрекеттесіп жатыр. Сіз қатты сабын алуда қолданылатын Б заты дейді. Әрине, оқушылар, біз бұл реакцияны білеміз. Натрий гидроксиді сілтісі және сутек түзілетін реакция. Демек, бізге уже көбісін айтып қойды олар. Демек, жалын түсін сарыға бояйтын А заты бізде натрий болды. Қараңыздар. Сумен әрекеттескенде қатты сабын алуда біз Б заты, яғни натрий гидроксидін қолданамыз, яғни сілтілік гидролиз деп аталады. Сол кезде бізде қатты сабын түзіледі. Натрий гидроксиді мен майды қайнатқан кезде, демек натрий гидроксиді бізде Б заты болды. Және жеңіл дейді, яғни бұл сутек С газын алды. Енді реакцияны теңестіріп жіберейін, мына жерде коэффициенттерді қойып жіберейін. Қараңыздар, бұл жай кәдімгі бөлме температурасында жүретін реакция, оқушылар. И өте, не дейді, жылдам жүреді. Ал калий болатын болса, жанып та кетеді. Б заты азот қышқылымен бейтараптану реакциясына түзіп, демек натрий гидроксиді, қараңыздар. Бейтараптану десе, значит, бұл сілтіге қышқыл қосамыз деген сөз ғой, оқушылар. Азот қышқылын қосып жіберетін болсам, менде не түзіледі? Натрий нитраты және су түзіледі. Бейтараптану реакциясы сілті мен қышқыл арасында барып, тұз және су түзілетін реакция деп атағанбыз, иә? Демек, Б заты натрий гидроксиді азот қышқылымен бейтараптану реакциясына түсіп, бізде қандай затты түзді? Д затын түзді. Қойып жіберейін әрпін. Енді Д затының судағы ерітіндісі мен балқымасы электролизға ұшырайды. Енді оқушылар, шынын айтайын, мына жерде кішкене сіздерге жеңіл болмайды. Натрий нитраты бұл белсенді металл, натрий, өте белсенді. Ал NO3 бізде үлкен қышқыл қалдығы. Яғни катод және анодта бұл жерде бұл заттардың орнына басқа заттар бөлінеді. Сол себепті сіздерде кішкене мынандай қиындықтар болуы мүмкін. Бірақ дегенмен білім мықты болса, ешқандай мұңаймаңыздар, бәрі зор болады. Демек, балқыма біріншісі, екіншісі ерітінді. Әрине, екі түрлі бізде өнімдер түзіледі, оқушылар. Демек, ерітінді болатын болса, натрий нитратының орнына оны суда ертіп отырған су тотықсызданады. Ерітінді де, кешіріңіздер. Ерітінді де су тотықсызданады. Су тотықсызданып, катод және анодта, сәйкесінше катодта сутек, анодта оттек түзіледі. Демек, бұл ерітіндіде болған кезде. Ал енді балқымада кішкене реакция күрделірек болады. Балқыманың электролизі кезінде білесіздер, катодқа әрқашан металл барады. Ал анодқа хлор, бром, йод немесе күкірт болатын болса, галогендер барады, сол жерде тотығады. Ал мына жерде NO3 бізде үлкен болғандықтан, оның реакциясында бізде кішкене күрделірек оттек және азот бөлінеді. Немесе оттек және азот бір оксиді да болуы мүмкін. Енді мен реакцияны на всякий пожар теңестіріп қоя берейін, сіздерге жеңіл болып тұрсын. Оттек және азот болатын болса, мына жерде 6 болады. Қараңыздар, бізде N4 болып тұрғандықтан, мына жерге 2 қоямын. Ал мынандай басқа бір вариант болатын болса, бұндай вариантта болуы мүмкін, оқушылар. Себебі бізде электролизда жағдайларға байланысты болады өнімдер. Сол себепті сіздер жауаптарға қарайсыздар. Жауаптарда мынандай өнімдер болса белгілейсіздер. И натрий болады, катодта бұл
анық. Ал енді анодта оттек және N2O болатын болса, онда мына жерде 5, ал мына жерде 2 болып қалады. Бұл вариант та бар. Енді көресіздер, қай біреуі бар болса, жағдайға байланысты олардың әрқайсысы түзілуі әбден мүмкін. Демек, натрий нитратының балқымаста мынандай екі түрлі өнім болуы мүмкін екен, жағдай электродтарға байланысты. Ал енді ерітіндінің электролизі кезінде бұл жерде натрий нитратының орнына су тотсызданады, катодқа сутек барады, анодқа оттек барады. Түсінікті ғой, оқушылар? Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Енді бұл сәл күрделірек контент, бірақ дегенмен сіздер өте мықты, білімді болсаңыздар, ешқандай қиындық сезбейсіздер, оқушылар. Ал енді келесі сұрақ. Берілген зат берілген екен, белгісіз А затына натрий OH құйған кезде қоңыр түсті Б заты түзілді. Опана, бұл не болуы мүмкін? Енді ары қарай оқиық, иә? Б затын жоғары температурада қыздырсақ, қатты С заты. Аха, демек, енді сіздерде мынандай ой болу керек. Менде берілген белгісіз А затына натрий OH құйған кезде қоңыр түсті тұнба түзілді. Ал енді ойланайықшы. Әрине, дұрыс айтасыздар. Қызыл қоңыр түсте бізде темір гидроксиді болады. Демек, мына бірінші затымыз, мысалы, темір хлор деп алайық, иә? Темір хлор 3 деп алайық, плюс 3 катионы. Себебі мына жерде қоңыр деп тұр, иә? А если бізде жасыл дейтін болса, онда не болатын еді? Әрине, жасыл дейтін болса, темір плюс 2 катионы болатын еді. Демек, оған біз натрий гидроксидін қосқанда, бізде қызыл қоңыр түсті темір 3 гидроксиді түзіледі. Әрине, қоңыр деген бұл біраз уақыттан кейін оның қызыл түсі қалмастан қоңыр болып кетеді. Плюс натрий хлориді бөлініп шығып кетеді. Демек, біз сіздермен Б затын таптық. А заты темір хлор 3 екен, ал Б заты темір гидроксиді екен. Ал енді Б затын жоғары температурада қыздырғанда бізде қатты зат бөлініп жатыр. Не бөлінеді? Әрине, темір 3 оксиді су бөлініп шығып кетеді. Демек, бұл бізге көмек болып жатыр, мына жерде қатты зат пайда болғаны. Ал енді осы Б затын, яғни темір гидроксидін, қараңыздар, не істейді екенбіз ары қарай? Бір негізді өттексіз қышқылмен, мысалы, өттексіз қышқылдар бізде туз қышқылы болуы мүмкін, бром сутек қышқылы болуы мүмкін, йод сутек қышқылы болуы мүмкін. Бұл маңызды емес, бірақ негізі мынау маңызды ғой. Әрекеттесіп, қышқылымен әрекеттестіріп, негіздік Д тузын алады. Демек, мына жерде бізде тек қана, қараңыздар, бір ғана хлор анионы бар, ал мына жерде 3 OH бар. Солардың біреуінің орнын хлор басып алады десем түсінесіздер ме? Демек, темір OH 3 еді, екеу қалады, біреуінің орнына хлор барып орналасады. Мына жердегі OH және H бізде су болып бөлініп шығып кетеді. Демек, оқушылар, бізде не болды? Д тузы болды, бұл негіздік туз болды. Негізі мына жерде 2H хлор болатын болса, негізі енді ондай жағдайда болуы мүмкін. Сіздерде енді варианттар болуы мүмкін да, сол себепті екеуінде жазып берейін. Онда менде мына жерде темір OH-тан біреу ғана қалады, хлордан 2 болады. Плюс тағы бізде 2 молекула су бөлініп шығып кетеді. Түсінікті ме, оқушылар? Демек, сіздер жауаптарға қарайсыздар. Негіздік туз бізде мына бірінші жағдай, мынау екінші жағдай. Екеуі де болуы әбден мүмкін. Енді заттарды қандай заттар екенін белгілеп жіберейік. А заты темірдің 3 валенттік тузы. Б заты темір 3 гидроксиді, яғни қоңыр түсте. Ал енді С заты бізде қатты зат, темір 2, O3, темір 3 оксиді. Ал енді біз Б затына өттексіз қышқыл қосқанда түзілген негіздік туз бізде Д заты. Мына екеуінің біреуі. Түсінікті ғой, иә? Демек, оқушылар, біз барлық заттарды сіздермен талдап шықтық.